Сәлем, құрметті менің көрермендерім. Бүгінгі біздің жаңа мастер-классыма қош келіпсіздер. Одан бұрын сіздерді ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі құтты болып, отбасыларыңызға мереке, дастарханыңызға береке тілеймін. Осы Наурыз мейрамына арнайы осындай басқаша жайнамазды тігіп шығаруға ниет қылдым. Әрі сіздерге де пайдалы мастер-класс шығаруыма осындай шешім қабылдадым. Енді экраннан алыстамай, менің видеомды соңына дейін көріп, рахат алуларыңызға тілектеспін. Алып кеттік. Бізге не керек? Сіздер білесіздер, біз стеганый велюр деген матадан да мен алдыңғы мастер-класстарда шығарған болатынмын жайнамазды қалай тігілетінін. Бүгінгі тігетін жайнамазымыз мүлдем басқа матадан. Бұны да велюр десек болады, бірақ бұл корейский велюр ма деймін қыздар. Өте жұмсақ және де жұқалау сияқты. Ортасында мінеке синтефонды аздау, бірақ әдемі екен, жеңіл ғана. Сол үшін мен астарына мынандай матовый велюр алдым. Под цвет осы матаға. Міне, екеуі под цвет болып тұр, түспе-түс болып тұр. Менің инстаграм парақшамда Deluxe Уют маркетте мен дәл осы матадан жайнамаз шығарғаным бар. Оны біз мынандай кружевамен тіктік, сиреневый түспен, бұл түстес болды, әдемі болды. Және де мен осы жайнамаздың размері ені 70. Мына жерден 50 болса, мінеке 21. Міне 21-да 71 болады екен ені. Ал ұзындығы 50, 102 болады екен. Шамамен. Сонда шамамен 1-ге 70 жайнамазды бүгін біз тігіп шығуымызға қанша кружева керек. Мына кружеваны мен сол жайнамазға істеткенімде 3 метр алған болатынмын. Бұның ширинасы, яғни мындай ұзындығы емес, ені 7 сантиметр екен. 7 сантиметрлік кружевада мен 3 сантиметр алған едім. Соның 1 метрлік жайнамазыма неке қанша қалып қойған. Сонда 2-де 70. 40 сантиметр алып қойған, 2-де 60-ын жұмсаған екенмін. Ал бұл жолы біз мынандай алтын түсті кружеваны қолданамыз. Барлық кружева сататын магазиндерде бар. Бұның ені 5 сантиметр болатын. Және де тағы да 3 сантиметр қылып аламын. Өйткені қыздар білесіздер, мен артық қылып алам всегда. Әрдайым өйткені артық қылып алғаныңыз өзіңізге жақсы, жамау болып қалмайды. Бұл жерін жалғаудың қажеті жоқ. Артық болып қалса, кейінгілеріне тағы бір жерлерге істетіп жіберуге болады. Ұзындығы мына матовый велюрдің 2-де 80. 1 метр қылып алдым, сөйтіп мына жағынан кесіп алдым. Неке, дәл кетеді. Сосын мына кружевамнан 3 метр, мына стразымды 2 жолақ қылып 3 метр қылып кесіп алдым. Болды. Машинкамен керекті түсті жіпті жүктеп қойып, ал енді сіздерге мастер-классымды дайындауға рұқсат берсеңіздер. Кеттік. Ең алдымен біз жайнамазымызды битіп, бір-біріне биттестіріп, мына 2 бұрышты қосып тұрып, мына ортасын тауып аламызда, сол ортасына бұлай қылып метка қойып, инені тығып қоямыз. Бұл неге керек? Өйткені біз қазір кружевамен мына жайнамазымызға әдемі мынандай арка саламыз кружевамен. Сол кезде екі жақтың қайтқаны бірдей болу үшін, жаңағы айтады ғой, симметрично болу үшін біз осы метканы қойып аламыз. Бұлай қылып притык қылып алудың қажеті жоқ, қыздар. Мінеке, сәл артықтау қылып аламыз. Және де бүйтіп көріп аламыз. Мына екеуі қалса, мына жақта 2 осы қалса, мына жақтана дәл сондай неге қалдыруымыз керек, расстояние. Сол үшін бірдей қылуға тырысамыз.
Инемен тоқтатып аламыз. Қарап отырып, қисық болып кетпеу үшін инемен тоқтатқан уақытымызды үнемдейді. Неге мен мына жақтан мына жерден емес, өйткені осы жерге стразені қойып бірден тігетін боламыз. Сол үшін инені сәл ұзақтау қылып теріп аламыз. Ал енді мына жақтан бүреміз. Бүру өте оңай, міне бетіп тұрасыз, мына бет басып қаласыз. Және мына инемізді тығып қоямыз. Ол кезде мына жағына бір ине тоқтатасыздар. Мына сәл түсіреміз, мына жаққа припек қылмаймыз, өйткені ояғы да тігіледі. Болды. Енді мына жағы кетіп қалмау үшін бір ине тығып қоямыз. Күшті болды. Енді мына жағымызды мына сызықтан қайырған екенбіз. Симметриялық болу үшін осы жерден дәл ар жақты қалай қайырған болсам, солай міне бүктеп қоямын. Ол өте оңай. Және де мына жағын енді новичоктар бірінші кезде линейкасы қолынан түспегені дұрыс. Міне 2 сантиметр екен. Міне біздің симметрия қылып екі жағын бірдей қылдық. Мына жағында расстояниясы да бірдей, қисық емес, бір келіңкі түсті. Тез-тез жинап алып, оңай және тез, және мынандай артық сеткісі бар жерлерді қиып тастаймыз. Және де мына жағында жаңа айтқанымдай притык қылмай сәл артықтап аламыз. Бағана 3 метр кружевамнан, міне қыздар, бұдан тіпті артық қаптым. Өйткені біз экономдадық, мынандай қылып не істедік? Домик тәрізді қылып жасадық. Енді бар жағын өлшейміз. Міне бүктелген жер бізде примерно 20. 20 бүктелген жер. Бірдей. Ол деген сөз бірдей деген сөз. Мына жағы өте әдемі тесма сияқты болып тұр екен. Дәл осының үстіне, яғни ортасына қоямыз. Мына сеткімен мына тесманың үстімен ортасына қойып тұрып, яғни мына үстіне қойып тұрып тігеміз. Міне машинка келгенде тігуге дайындаламыз. Мына жағынан бастап, арғы етегінен бітіреміз. Стразені сәл артықтау қылып қойып аламын. Қараңыздар, қалай әдем болып шықты, тегіз, тамаша болып тігілді. Мына қайырлатын жеріне келдік, қыздар. Басып тұрып, саусағыңызбен басып тұрып, өткізіп аламыз да, инені тығып аламыз. Сол стразенің ортасына лавкені көтеріп, бұлайынан бұрамыз. Міне страземіз қайтадан өз жолына жатты. Жайнамазымыздың мінекей 10 жағы дайын болды. Енді астарын қолмен көктеп шығуымыз керек. Бұлайша осылайда шетін жаңағыдай алдыңғы біздің істеген жайнамасымыз сияқты шетін көктеп осылай бере салуға да болады. Бірақтан да асты маған бұлайынан көктелген көрініп тұрады, сосын онша көңілімнен шықпай тұрғандықтан мен астарына матовый велюр қойып шыққан дұрыс деп ойлаймын. Ворсты қайхан қарап жатыр.
мынау астыға қарап тұрған ворстың басша мана жай ғана бетіне қоя саламыз бүйтіп. Мына жағына жету керек. Қолымызбен. Ал білесіздер, я матовый велюр болсын, глянцевый велюр болсын, олардың кішкене көзі бар дейміз. Өйткені ол маталарды қанша бір өлшеп миллиметрге дейін есептеп туры қиям десеңіз де, ол қисық болып қиылады. Сол үшін максимально артықтау қылып алғаныңыз дұрыс. Міне жайнамазымызды қойып алдық. Ворстымыз төменге қараған жағында бір-біріне беттестіріп қоямыз. Артық велюрдың білесіздер, глянцевый велюр болсын, матовый велюр болсын, оның көзі бар мата болады. Қанша бір миллиметрмен анықтап өлшеп қисаңыз да қисық болып шығады. Сол үшін максимально артық қылып алуға кеңес беремін. Осы жағынан төсеп болғаннан кейін иненің көмегіне жүгініп, осы ортасын осылармен көктеп шығамыз. Міне әсіресе жағы новичок енді тігіске қызығып, тігін бастап жүрген қыз-келіншектерге керек нәрсе. Міне қыржым болмау керек, міне көріп тұрсыздар, мына жерді көріп тұрсыздар ма? Сәл босатыңқырап. Қыржымсыз болды деймін. Ал. Енді мына бетіне аударып, ине жібімізді алып, бұлай қылып, міне П қылып, П қылып. Қолмен көктеп шығамыз. Он аударып, үстіне машинкамен өтеміз, болды, бітті. Сол кезде біз уақыт үнемдейміз. Ал кеттік. Бастардан алдым. Қолмен. Бас жағынан бастап көктейміз. Ал кеттік. Сұрақтарыңызға жауап беремін. Және де қандай тақырыпта мастер-класстар болғанын қалайсыздар. Қандай мастер-класс шығаруыма ұсыныс бере аласыздар, жазып отырыңыздар. Бір-бірімізбен опыт алмасып отырайық. Бәрібір начинающий, бастауыш тігінші болса да, оның да өзінің приемы, способы болады. Сол үшін жазып отырыңыздар, ұялмай, қысылмай, подписаться етуді ұмытпаңыздар каналыма. Неке осылай, дәл осылай. Мына екі ұзындығын тігеміз қазір. Мінеке тігіп жатқанымыз, тігіп алдық қолмен көктеп. Енді 10 аударғанда мінеке қыздар осылай болды ме. Артығымен, мына төбе жағы былайынан жатты ме. Енді астарымыз әдемі болып тегіс қылып тігілді. Керемет жайнамаз болды, әдемі, үйлесімді, түспе-түс бәрі. Енді осы мына жағынан машинкамен енді көктеп шығамыз, үстімен жүреміз. Осылай ұстап отырып, астарын астына тығып жіберіп тұрып, закреплять дейді ғой, орыстар айтады, бекітіп шығамыз. Тігістерімізді бір жағына алып кетпей тұрып. Міне қыздар, мына жайнамазымның бас жағынан бастаймын. Міне былай қаратып, астарын астына тығып тұрып, мінекей тегіс қылып. Болып тұр ғой негізі бұлай. Міне былай болып тұр ғой. Соны міне астына бет-бет келтіріп,
бетін міне былай тегіс қыламыз. Мінекей осындай білдірмей шов қылып шығамыз, қыздар. Қыздар, мінекей мына жақты мен мына жерден қайтып кеттім, өйткені қазір мына жағын бүккен кезінде мынау тегіс бүктелу керек. Сол үшін мен до конца мына жерге дейін, аяғына дейін тіккен жоқ, мына жерден қайырып кеттім, кейін мына жерден тағы бір рет өтемін. Қыздар, мінекей жайнамазым бітуіне сәл-ақ қалды. Сәл шыдасаңыздар, өтінем. Біздің видео мастер-классымызды аяғына дейін көріп, лайк басуды ұмытпауыңызды сұраймын. Неге, құрметті көрермендер, біздің жайнамазымыз қазір дайын болады. Астын, мінекей, тек қана асты қалды. Біз ішіне қарап бүктеп, қазір тігіп жібереміз. Одан алдын, тікпей салдын, мен қолымды мына ішіне тығып тұрып, міне мына айшықты дәл ортасына тігіп алдым. Мінекей, екі жерінде тігетін орны бар, мына жерінде. Осыны бүйтіп тігіп қойдым. Міне, білесіздер, ай мен осы жұлдыз мұсылманның белгісі ретінде осындай тігіп, әрі жайнамазымызға сәнін келтіріп тұрады. Және де осындай таспихтер де істейміз. Бұл де бар. Бұның да істеуін сіздерге көрсетемін. Мен базардан осылардың бәрін сатып алдым. Мына кисточкасын, мынандай Аллахтың есімі және мынандай айшық қойсақ болады. Мыналардың бәрі сатылады, қыз. Ал енді етегін астын тігіп шығу үшін бірінші мына астарын бүйтіп бүріп аламыз. Тегістеп қолмен. Сонан кейін мына инелерді былай тоқтатып аламыз. Мына асты артық болып кетпей үшін. Қазір машинкаға салған кезінде, қыздар, мынау былай қарап шығып кетпейтін болады, орнында тұратын болады. Осылай инені тоқтатып қойып, былай ұстап тұратын болады астын. Мінекей, қыздар, мен бүйтіп инемен тоқтатып алдым. Міне, мынаған неғымайсыздар. Енді мына астын былай қойып, бір-бірімен беттестіріп, міне, қазір машинкаға салатын боламыз. Тұр. Міне, мына жағын бүйтіп қайыра отырып, мына астарында бірдей етіп қайыра отырып, мінекей, құрметті көрермендер, біздің жайнамазымыз дайын. Мінекей, аналарыңызға осындай керемет сыйлық жасасаңыздар болады. Алдағы уақытта білесіздер, ораза айы келе жатыр, қасиетті ораза айында осындай аналарыңызға сыйлық берсеңіздер, мінекей, нұр үстіне нұр болар еді. Намаз оқып жүрген кісілеріміз, осы кімде болса да, әйтеуір мұсылман халқы, Алланың жолында жүрсеңіздер, ниеттеріңіз қабыл болып, әрдайым намаздарыңыз қабыл болсын. Ең бастысы, осы отанымыз тыныш, еліміз аман болсын. Барлықтарыңызға сау саламатта болайық. Ендігі мастер-класста аман есен кездескенше, достарым, сау болыңыздар. Сіздерге рахмет, үлкен басымды иемін. Менің мастер-классымды соңына дейін көргендеріңіз үшін. Және де осы мастер-класс арқылы сіздерге тамшыдай пайдам тиісін деген ниетім қабыл болса, нұр үстіне нұр болар еді. Сау болыңыздар.